Біз бүгін өкпе сүт жасаймыз. Өкпе сүтке керегі міне қойдың өкпесі, мінекей, сосын пияз, жұмыртқа, ұн, сұйық май. Қазір мына өкпемізді әдемілеп жуып аламыз. Мынау қойдың өкпесі, бездерін бәрін алып қазір тазартамыз, бездері жоқ. Қойдың өкпесі міне. Бұл қазір қанмен тұр, сосын бұны немен сумен жуамыз, содан кейін ішіне мына үріп, мынаның ішіне сүт құямыз. Мына нелерін бәрін алып тастаймыз. Мына жан жағындағы нелерінің бәрін кесіп алып тастаймыз, не? Сета кесіп аламыз. Байқап не қылу керек, тесіп алмау керек, өкпе тұтас болу керек. Тесіп алса, үрілмейді, суда құйылмайды, кете береді су. Сондықтан таза болу керек. Қазір көреміз. Міне өкпемізді жуып аламыз. Бұны енді байқау керек, тесік болмау керек. Біз екеуін алып едік. Қолымызбен бе кішкене не қылғанда тесіліп қалды. Бұны байқап, мынау қазір суды құйған кезде мынаның ішіне бәрі су кетеді неке. Өкпенің ішіне. Міне өкпенің ішіне су кіріп жатыр. Бұны осылай суменен бәрін тазартып аламыз, жуып. Қазір түсі қызыл болып тұр. Қазір мынау су құйғаннан кейін қанның бәрі кетіп, әппақ болады. Сүт құйғасын тіпті әппақ болады. Бірнеше рет, 10 реттей жуу керек. 9-10 рет жуу керек. Мына ішіне суды құямыз да, сосын ол суды қайтадан төгеміз. Міне төгеміз қайтадан. Міне ішіндегі қанның бәрі кетеді. Сонда әппақ болады өкпе. Әппақ, оның үстіне сүт құямыз, тіпті әппақ болады. Көреміз қалай болады. Яғни судың бәрі кетіп жатыр. Қанды су кетіп жатыр ішіне. Ішіндегі қанның бәрі кетеді су. Қанды су болып болды. Уже мінекі манағыда емес, кішкене тазарып жатыр. Мынау қазір жуып бәрін еткеннен кейін қанды суының бәрі кетіп, әппақ болады. Қалды да қазір. Су ішіне бәріне барады. Сол кезде әппақ болады. Мінекі өкпемізді 8 рет жудық. Ақырын су кетіп жатыр. Мынау мінекі әппақ болып жатыр. Әппақ болып мынандай ағарып жатыр. Мынандай әппақ болады екен мінекі. Сүт сияқты. Бұған сүт құйғанда тіпті әппақ болады. Сосын осының ішіне тағы міне 9-шы, 10-шы мына құйып жатырмыз. Қазір сосын ақырындап жібереміз. Өзі ақырындап мінекі кетеді су. Су ағып жатыр. Басуға ұстауға болмайды. Тесіліп қалады. Ақырын ғана баппен ғана істеу керек. Даже қолмен қатты ұстауға да болмайды. Өзі су мінекі ақырын. Уже су тазарып жатыр. Манада емес. Манадан қанды су нелер ағып еді. Тап-таза су ағып жатыр. Міне мынау әппақ болды ше. Тамаша. Міне су ағып жатыр. Міне су ағып жатыр. Су раковинаға ағып жатыр. Сосын бірнеше рет жуамыз тағы да. Мына жердің бәрін жуып алдық. Мінекі бірнеше рет жудық. Қаншама? 10 рет су құйып ішіне 10 рет жудық. 10 рет па, 12 рет па солай жудық. Сол бәрін. Енді бұның үшін тазартып алып, жаңа сүтті тазарттық. Енді жаңағы жасаған сүтімізді ішіне құямыз. Мына әлі уже не кетіп жатыр. Кетсін кішкене. Міне қандай әппақ болды, мінеки. Қандай тамаша болды. Әдемі ішіне бәрін тазарттық, міне жудық. Басында кішкентай ғана болған, жуып не қылғаннан кейін мінеки әппақ болды міне. Іші әппақ. Суының бәрі кетті. Бірнеше рет, 10 рет па, 12 рет жуғыз, 11 рет жудық па. Қызыл кішкентай өкпет, мінеки үлкен болды. Енді осының үстіне мына сүттің бәрін құюға тиістіміз қазір. Қанша сияды, сонша құямыз. Жаңа воронкаңды алып келе. Қазір міне мынаның аузынан құямыз.